Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен атақты итальяндық десерт тирамису тортын жасайтын боламыз. Бұл оригинал рецепттен сәл өзгеше, себебі оригинал рецептте құрамына шикі жұмыртқаны қолданады. Ал бүгін мен сіздерге жұмыртқаны қолданбай, дәмі сол тирамисуға ұқсайтын, өте нәзік, дәмді тирамису тортының жасалу жолын көрсетемін. Олай болса, достар, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен кофеге қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, оны жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Бізге осындай савоярди печеньесі керек болады, оны кондитерлік дүкенінен алсаңыздар болады. Енді кремін жасайтын боламыз. Өте салқын клекидің үстіне маскарпонені және қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, крем дайындап аламыз. Мен тортты осындай формада жинайтын боламын. Печеньелер оңай орналастыру үшін аяқ жағын осылай түгелімен кесіп шықтым. Енді осы дайын болған печеньелерімізді түгелімен айналдыра орналастырып шығамын. Формам дайын болғаннан кейін печеньелерді кофеге батырып, оны түгелімен бір қатар орналастырып шығамын. Бір қатар орналастырып шыққаннан кейін үстіне кремімізді салып тегістеп аламыз. Екінші қатарында тура солай орналастырып шығамыз. Торттың бетін тегістеп, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Оны формасынан босатып, бетіне тәтті емес какаоны сеуіп шығамыз. Қараңыздар достар, жасауында ешқандай қиындығы жоқ. Тирамису десертін міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.